Адамды кәрілік емес, уайым қажытады. Көбірек күліп, өміріңді жеңіл ұстауды үйрен. Өмір өткінші. Жастық шақта уақыт көп сияқты көрінеді, бірақ кәрілік келгенде оның қалай тез өтіп кеткенін түсінесің. Адамның басты байлығы денсаулық пен жан тыныштығы. Ақша мен дүние жию маңызды емес. Ең маңыздысы өзіңді жақсы сезіну. Қарым-қатынас пен отбасы өмірдегі ең құнды нәрселер. Қартайғанда байқайтының жанында шынайы қолдау көрсететін адамдар ғана қалады. Уақытында қателіктер жіберіппін, бірақ олардан сабақ алдым. Ең бастысы, өткен қателіктерге өкініп емес, олардан үйреніп өмір сүру. Кешірімді болу жүректің тыныштығы. Өмірде ренжітулер болады, бірақ кешіре білсең, жан дүниең жеңілдейді. Өмірдің ең үлкен сыйы қарапайым нәрселерден бақыт табу. Күннің шығуы, жақындарыңмен бір мезетте болу нағыз байлық. Уақыттың қадірін біл. Жас кезде оны бағаламайсың, ал қартайғанда әрбір сәттің алтын екенін ұғасың. Өмірге рахмет айта біл. Әрбір жаңа күн сенің тарихыңның жалғасы. Сабырлылық өмірдегі ең үлкен қасиет. Көп жағдайда асығыстық ешбір жақсылыққа апармайды. Қанша жерден даналық жинасаң да, үйренерің таусылмайды. Өмір үздіксіз сабақ. Өзіңді өзгелермен салыстырма. Әркімнің өмір жолы әртүрлі. Тек өзіңнің жетістіктерің мен қателіктеріңе қарап өмір сүр. Дүниені өзгертуге емес, өзіңді өзгертуге ұмтыл. Сол кезде айналаңдағы адамдарға, жағдайларға көз қарасың өзгереді. Адамды сыртына қарап емес, жүрегіне қарап бағала. Уақыт өте сыртқы сұлулықтың мәні жойылады, ал жанның сұлулығы мәңгі қалады. Жастарға жол беруді үйрен. Әрбір буынның өз уақыты бар. Қартайғанда сол уақытты сыйлап, жастардың дамуына мүмкіндік беру маңызды. Өмірде бәрі өзгереді. Адамдар, жағдайлар, сезімдер. Тек өзгеріске қарсы тұру емес, оны қабылдай білу керек. Көбірек күліп, аз ренжі. Өмірдегі ұсақ түйекке мән бермеуді үйренесің. Өмірдің жеңілдеу болатынын байқайсың. Шүкір етуді ұмытпа. Қандай жағдай болмасын, сенің қолыңда бар нәрселер үшін әрқашан риза бол. Көп нәрсені біліп, аз сөйле. Даналықтың белгісі сөзді үнемдеп, қажет жерде ғана айту. Қартайған сайын естеліктер қымбат бола түседі. Сол себепті әрбір сәтті есте қаларлықтай етіп өткізуге тырыс. Өткенге өкінішпен қарау бос әурешілік. Өткенді өзгерте алмайсың.
тек бүгінгі күніңнің қадірін біл. Әр адамның өз тағдыры бар. Оны өзін қалағандай емес, сол тағдырдың жазуымен қабылдау керек. Бақыт сырттан емес, ішкі дүниеден табылады. Жаның тыныш болса, сыртқы жағдайлар қаншалықты қиын болса да, бақытты бола аласың. Жас болу дененің күшімен өлшенбейді. Жанның жастығы маңызды. Жаны жас адам әрдайым өмірге құштар. Қымбат дүниелерден гөрі адамға берілетін шынайы көңіл, мейірім маңызды. Қартайғанда адамдар жан жылуын ғана іздейді. Ең бастысы байлық, тыныштық пен жан рахаты. Оларды іздеп табу кәріліктің ең басты мақсаты болуы мүмкін. Өзіңді өзгеге дәлелдеудің қажеті жоқ. Өзіңе деген сенім мен ішкі тыныштық бәрінен жоғары. Уақыттың қадірін ерте түсінгенген жөн. Босқа кеткен уақыт қайта келмейді. Сондықтан әрбір күнді мағыналы өткізуге тырыс. Адамдарды түсінуге тырыс, үкім шығаруға емес. Әрбір адамның өз өмірлік тарихы бар. Оны білмей тұрып, кінәлау әділетсіздік. Молшылық қуаныш әкелмейді. Шынайы бақыт қарапайым өмірден өзіңде. Өзгелерге үнемі жақсылық ойла. Қызғаныш пен өшпенділік тек өзіңе зиянын тигізеді. Көп жылдар бойы жинаған білімің мен тәжірибеңді өзгелермен бөлісу адамгершіліктің көрінісі. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Өзіңде барды қанағат тұтқан кезде ғана нағыз тыныштыққа жетесің. Өмірдің әрбір қиыншылығы сабақ, одан үйренесің. Өмірдің шындығын түсініп, даналығың артады. Өмірдегі басты құндылық мейірім мен қамқорлық. Бұл қасиеттер қартайғанда саған еселеп қайтады. Қарттық өткеніңді қорытып, болашақ ұрпаққа тәлім тәрбие беру кезеңі. Жасаған ісің мен айтқан сөзің келер буынға үлгі болсын. Ешқашан тым кеш емес. Қартайғанда да жаңа нәрселерді үйренуге қызығушылық табуға болады. Қарттық өзіңмен көп уақыт өткізіп, ішкі әлеміңді тыңдайтын кезең. Денсаулық кәріліктегі ең үлкен құндылық. Сондықтан денең мен жаныңды жас кезден күтіп, қамқор бол. Қателіктер өмірдің ажырамас бөлігі. Оларды мойындау рухани өсу мен кемелдікке жетудің белгісі. Өмірдегі кез келген нәрсені бақылауға алуға болмайды. Кейде ағымға ілесіп, тағдырға сену керек. Үлкен жетістіктерді емес, күнделікті кішкентай жетістіктерді бағала. Ол сенің өміріңнің шынайы мәні болып табылады. Өмірдің әр кезеңі өз сыйын береді. Кәрілік даналықтың шыңы.
оны қабылдап, одан ләззат алуды үйрен. Сабыр мен төзім кәріліктің серіктері. Көп нәрсеге байсалдылықпен қарап, асықпай әрекет етуді үйренесің. Өткенге өкініш білдірудің қажеті жоқ. Әрбір тәжірибе өмірдің берген сыйы. Қартайған сайын қарапайым нәрселердің қадірін білесің. Бір шыны, шай, табиғат көрінісі, жақындарыңның күлімсіреуі. Өзіңді қамқорлық пен мейірімге бөліп, күн сайын жан тыныштығын сақтауға тырыс. Өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағала. Олар сенің күнделікті өміріңді мәнді етеді. Өткеннің ауыртпалықтарын тастап, бүгінгі күннің қуанышын қабылда. Өмірде тек қазіргі сәт маңызды. Өзіңнің ішкі дауысыңды тыңда. Жүрегіңнің айтқанына құлақ ас. Жасың ұлғайса да арман мақсаттарды жүзеге асыруға ешқашан кеш емес. Адам өмірінің мәні қарым-қатынас, мейірімділік пен достықта. Жақындарыңмен өткізген әрбір сәт өмірдің алтын сәттері. Сынған арман жаңа бастаманың мүмкіндігі. Олардан қорықпа. Әрбір аяқталу жаңа жолды ашады.